Мінекей, еліміздің 12-ші су жаңа премьер-министрі де тағайындалды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын қолдады. Осылайша үкімет басына 43 жастағы Олжас Бектенов отырды. Ол бұған дейін президент әкімшілігінің басшысы қызметін атқарған болатын. Сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінде де қызмет барысында жетекшілік етті. Бектеновтың экс-премьер Смайыловтан артықшылығы неде? Бұл сұраққа депутаттар былай жауап берді. Енді менің ойымша артықшылығы табандылық, кәсібилік, жауапкершілікті алып, сол жауапкершілік кезеңінде жылдам шұғыл шешім қабылдау деп ойлаймын, және осындай дүниелерді күтемін. Руководитель администрации президента имеет колоссальный опыт работы и прошел все ступени от рядового сотрудника, и я думаю, что он будет выгодно отличаться от предыдущего. Мы всегда верим в лучшее. Смайыловқа не жетпеді? Смайыловқа, біріншіден, Смайылов осы президенттің 42 айында жариялаған жолдауында осы экономикалық өзгерістерге бой берген жоқ, іске асырылған жоқ. Екіншіден, Смайыловтың үкіметінде олар өте жақсы сондай әп-әдемі презентацияларды өткізуге, жақсы баяндама жасауға үйреніп алды. Ал бірақ бұл шешімдер, егер нақты неге аймақтарға барсаңыз, біз осы жиі араласып жүрміз ғой, сайлаушымен кездесіп, өзіміздің отандастарымызға кездескенімізде көп мына шешімдер тек қана мына сөздей қалған болатын. Қазір кезде мақсатымыз осы мемлекеттік деңгейде қабылдаған шешімдерді іске асыру. С вами согласен. Я думаю, надо им дать шанс. Особенно вновь назначенных, которые до года работают, то надо им дать шанс. Тем более, что вновь назначенные министры, в принципе, показали неплохой старт работы. Во-первых, фракция «Аманат», мы рассматривали кандидатуру Олжаса Абаевича. С нашей стороны мы считаем, что кандидат очень компетентный. В нашей ситуации есть 3 возможности пополнения бюджета. Первое – это налоговые поступления. Они сейчас идут своим чередом. Второе – это возврат вывезенных активов. Бірінші сіз өзіңіз айтқандай, шаруашылықтан шыққан адамды көрмегесін, осы ең үлкен біздің дертімізден бізді емдей алатын адамды осы Олжас Абайында көрдік. Сондықтан да біздің ойымызша экономиканы дұрыстап қалыптастырған кезде жемқорлыққа қарсы жүйені құрастыра алады деген сеніммен соны қолдадық. Президент Бектеновке жауапты, тәртіпті және өте батыл деген баға берді. Айта кетейік, дауыс беру нәтижесінде отырысқа қатысқан 69 депутат қолдап, 7-еуі қалыс қалды. Жаңа үкімет басшысын қолдамағандар бұл Бектеновтың жүгенді мықтап қолын алып, сыншылардың көп екенін есте ұстауына себеп болады деген пікірде. Наш голос решает, это наше решение воздержаться для нового премьер-министра как раз повод задуматься, что не все поддерживают. Парламенттегі 6 саяси партияның 4-еуі бірауыздан қолдап дауыс берсе, қалыс қалғандар Қазақстан Халық партиясы мен Жалпыұлттық социал-демократиялық партия. Үкімет тізгінін қолға алған премьердің алдына қойылған жоспар ауқымды әрине. Оны қалай орындайды? Қолдағандардың сенімін ақтай алады ма Бектенов? Тамыры әр салаға жайылып кеткен жемқорлықпен күресуге қауқары жетер ме екен? Бастысы ел отставкасын асыға күтетін премьер-министр болмай, үкілеген үміттер ақталса игі. Ал үкіметтің жаңа құрамы қалай жасақталады деген сауал енді көптің көкейінде тұр. Президент қаржы экономикалық блокта референдум болады деді. Жақын аралықта біраз министрлер жылы орындарымен бек қоштасуы мүмкін. Депутаттар ұсынылған кандидаттарға дауыс беруді әлі жалғастыруда.